Бекежан өз әскерімен бірге бізден кетті. Енді бізге шұғыл түрде жаңа жақтастар табу керек. Иә, Сарлабай, өте өкінішті. Бірақ мен байыл руын күш біріктіруімізге көндіре алатын сияқтымын. Иә, дұрыс болар еді. Сол кезде біз ойраттар тайпасымен күш сынасуға төтеп бере аламыз. Әке, есіңде ме? Бір кезде сен маған өзім қалаған адамға тұрмысқа шығуыма рұқсат берем деп уәде еткенсің. Мен өз таңдауыммен ұнатқан жігітке үйлене алам деп. Әрине, қызым. Енді міне, әке, мен өмірлік серігімді жолықтырдым. Ол Төлеген. Бұған не дейсің, әке? Жібек, не айтайын енді? Мен сенің таңдауыңа өте ризамын. Тіпті саған Төлегеннен артық лайықты жігітті таба алмас дедім. Бірақ тойларыңды сәл шегере тұрайық. Себебі біздің барлаушыларымыз шекарада ойраттардың тобырлары жүргенін байқап келді. Олар кез келген уақытта бізге шабуыл жасаулары мүмкін. Кең даламызды қорғап қалу үшін бар күш қайратымызды салуымыз қажет. Уақытымыз шектеулі. Мен әкеме барып, одан жауынгерлер аламын. Тек біріксек қана ойраттардан жерімізді қорғап, жауға төтеп бере аламыз. Өзім де сені көмекке әскер жинау үшін еліңе қайтартайын деп жатқанмын. Бізге сендердің қолдауларың қаншалықты қажет екенін түсінген боларсың. Сол үшін саған рахмет, ұлым. Біршімбай айтқандай, сені бізге бір құдайдың өзі жіберді. Бойымыздағы елдің бірлігіне деген құлшынысты сен ояттың. Енді ешқандай да қауіп қатер біздер үшін қорқыныш емес. Бірігіп біз алпауыт соққыны да жеңе аламыз. Мен қазір жолға шығам. Бара ғой, балам. Тездетіп орал. Біз сені асыға күтеміз. Төлеген, біз сені әскерлеріңмен күтеміз. Ал жолда сақ бол. Онда қуыс тесіктің бәрін жаудың барлаушылары тінтіп жүр. Төлеген, менің ақ бозатымды ал. Ол атта менің жаным бар. Егер саған қауіп төнсе, ол қорған болады. Ал егер саған бір жамандық болса, ол маған сол хабарды бірден жеткізеді. Қош бол менің сүйікті жібегім. Өкінішке орай екеуміз қоштасуымыз керек. Бірақ мен тез арада келемін. Тек маған сенсең болғана. Тіпті сағынып тіл көрмей қаласың. Сенің атыңның арқасында көзді ашып жұмғанша жылдам қайтып оралам. Сүйіктім, Төлегенім, қош бол. Мен сені тағатсыздана күтетін болам. Өтінем, абай болшы. Қош бол, Жібекжан. Мен тез арада ораламын. Төлеген, қош бол. Мен сені күтем.
Әскерлерім, мына біздің көз алдымызда тұрған жер жаңа отанымыз болуға тиісті. Бізге дейін бұл жерде еленген адамдар тағдырдың салғанына көнулері керек. Оларды аяудың қажеті жоқ. Кездескендердің бәрінің көзін жойыңдар. Әйелдер мен бала шағаларын өлтіріңдер. Сол кезде олардың еңселері түсіп, қарсыласуға деген ынталары жойылады. Біздің есімімізді естігеннің өзінде дірілдеп қалшылдайтын болсын. Қорқыныш алдымызды орап, біздің ең басты қаруымызға айналсын. Егер бұл жерді жаулап алатын болсақ, нағыз шалқып өмір сүретін боламыз. Әке, мен сенен жауынгерлер сұрауға келдім. Сырлыбайға жауынгерлермен келемін деп өде бердім. Содан кейін біз туған жерімізді ойраттықтардан қорғауға шығамыз. Мен сені жауынгерлермен шабуылға шығып, Сырлыбайды тұтқындап әкел деп жібергенем. Кейін естуімше, сен оларды кері қайтарып, менің дұшпаныммен бір мәселені талқылауға жалғыз өзің аттаныпсың. Енді міне қайтадан менен жауынгерлерді сұрап тұрсың. Бірақ өз парызыңды орындау үшін емес, Жағалбайлы халқының дұшпанын қорғау үшін. Олым, сен есіңнен адасқанбысың, әлде олар сені дуалаған ба? Алай ғана ақымақ боп қалдың. Оның үстіне жауларыңа уәде бергенің не? Әке, ақылға келші. Айналамыз толған жау. Егер дәл қазірден бастап бірікпесек, кейін тым кеш болып кетеді. Біздің күшіміз бірлікте. Ешқандай да бірлік жоқ. Тек тез сенгіш, әлсіз адамдар ғана бар. Оларды өз биліктеріне көндіру үшін қорқыту оңай. Мен Сырлыбайды баяғыдан бері білетіндіктен, оның қулық сұмдықтары мен үшін айдан анық. Айтпақшы, ана Шекті руының сиқыршысы кім? Сені билеп төстеп алған. Сол әлгі Сырлыбайдың өз қызы емес пе? Мен дұрыс айтам ба? Әке, бұған оның ешқандай қатысы жоқ. Сен ештеңе де түсінбей тұрсың. Сенің күмәнің көзіңді жауып тұр, әке. Ей, балам, меніңше сен әкеңді сатып кеткен сияқтысың. Оны зынданға отырғызыңдар. Ал ана Мыстанның атын қамшылап тұрып, шекараға дейін қуып тастаңдар. Әке, олай істемеш. Жібек оны өліп қалды деп ойлайды. Мұндай қайғыны ол көтере алмайды. Көрдің бе? Мен дұрыс айттым. Демек менен ұлымды ұрлап алған Мыстанның аты Жібек екен ғой. Азарбай, ол Мыстанға мүлдем ұқсамайды. Ол ғажап қыз. Шеге, менің дұшпандарым ұлымды айналдырып отырған кезде сен қайда қарадың? Ұлыма қара деп бұйырып едім ғой саған. Ей, жауынгерлер, оны 100 рет қамшының астына алыңдар. Мүмкін сонда ғана тәртіпке келер. Бірақ не үшін, мырзам? Сендер не істеп жатырсыңдар, адамдар? Аттырмаңдар, өкінетін боласыңдар. Байғұс жануардың не кінәсі бар соншама? Егер тіпті әкесі мен баласы түсінесе алмаса, онда әртүрлі ұлыстың кек сақтаған, қалмаш жасағандар үшін ренжісіп жүрген басшылары бір-бірлерін қалай кешіреді? Төлеген неге қайтып келмей жатыр? Біраз уақыт өтті ғой. Оны не тоқтатуы мүмкін?
Білмеймін не боларын. Қайда жүр екен? Оған бір жамандық болғанын сезіп тұрым. Төлеген мен алдауы мүмкін емес еді. Мынау не? Жібек, мынау сенің атың ғой. Бұл Ақбозат қой. Ақбозат қой. Ол неге қансырап келе жатыр? Әлде Төлеген әлденеге ұшырады ма? Демек, Төлеген мерт болғаны ғой. Сонда ол қайтып келмей ме? Бұл Базарбайдың жолдауы. Бізге одан көмек сұраудың қажеті жоқ. Тездетіп Бекежанның артынан адамдар жіберіңдер. Біз оның барлық талаптарына келісуіміз қажет. Жібек! Бекежан бізден кетті. Енді бізге жаңа жақтастар табу керек. Мен байұлы руын күш біріктіруге көндіре алатын сияқтымын. Сол кезде біз ойраттар тайпасымен күш насуға төтеп бере аламыз. Әке, күйеу жігітімді өзім таңдауға ерік беремін деп уәде еткенсің. Таңдауымды жасадым. Ол Төлеген. Мен қуаныштымын, бірақ тойларыңды сәл шегере тұрайық. Ойраттар бізге шабуыл жасамақшы. Жерімізді қорғап қалу үшін күшімізді жинауымыз керек. Мен әкеме барып, жауынгерлер алып келейін. Бара бер, және тезірек орал. Менің атымды ал, саған қауіп төнсе, ол сені қорғап қалады. Ал бір қайғыға душар болсаң, маған хабарыңды жеткізет. Жарайды, Жібек, мен тез ораламын. Мен сені күтемін, тезірек орал. Жауынгерлерім, бұл жер біздікі болуы керек. Бұл жерді иелік ететін халық бізге көндігуі тиіс. Ешкімді аямаңдар. Әрбір қарсылық өліммен теңеседі. Біздің таяғанымызды білгеннен ақ олар қорқыныштан дірілдейді. Мұнда біздікі болуға тиісті өлшеусіз байлық күтіп тұр. Жау шапқыншылығы басталды. Мен сені шектілерді талқандасын деп жауынгерлермен жібердім. Ал сен менің тапсырмамды орындамадың. Енді сен менен дұшпанымды қорғау үшін жауынгерлерімді сұрап отырсың ба? Не айтып тұрғаныңды ойлан. Мүмкін сені дұғалап алған шығар. Ойлан, әке, жау жақындап қалды. Өз халқыңмен соғысатын уақытың жоқ. Егер дәл қазірден бастап бірікпесек, кейін тым кеш болып кетеді. Олар бізді жеке-жеке талқандайтын болады. Біздің күшіміз бірлікте. Ешқандай да бірлік жоқ. Тек бөтен біреудің билігіне көндіріп, қорқытуға оңай, тез сенгіш, әлсіз адамдар ғана бар. Мен Сарлыбайды және оның қулықтарын жақсы білемін.
ол сені дұғалап алатын мыстанды жіберген. Әке, сенің күмәнің көзіңді жауып тұр. Ұлым, сен мені жай ғана сатып кеттің. Мынаны зынданға отырғызыңдар, ал мыстанның атын шекараға дейін қамшылап отырып қуыңдар. Әке, олай істемеші. Жібек мені өліп қалды деп жүрегі қарсы айырылатын болады. Менің айтқаным рас болып шықты. Ұлымды ұрлаған әлгі мыстанның есімі Жібек. Базарбай, сен қателесесің. Ол қыз Төлегенді сүйеді. Мен саған ұлыма қарайлай жүр деп бұйрық бергенмін, ал сен оны орындамадың. Оны 100 рет қамшының астына алыңдар, сонда тәртіпке келер. Атты аяңдаршы. Халықты қалай біріктіреміз, егер әкесі мен ұлы тіл табыса алмаса? Ол неге әлі келмеді? Қара, Жібек, анау сенің атың ғой. Менің төлегенім өлді деген сөз. Бұл Базарбайдың сәлемі, одан көмек күтудің қажеті жоқ. Бекежанның артынан барыңдар, оның шартына көнуімізге тура келеді.